Hello, pupils. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Okay, thank you. Sit down, please. We will start our lesson. And how was your home task? How was your home task? үй жұмысына не берілді? Аха, жақсы. Кім дайындалып келді? Жақсы, Али. Monday, December, Tuesday, December, Friday, Tuesday, Wednesday, December, Сәрсенбі. Tuesday, December, Friday, Juma, Saturday, Sunday, December, Сенбі. Sunday, Жексенбі. Жақсы. Sunday. Әр жауап берген адамға осындай мен смайлик беріп отырамын. Сосын соңында есептейміз, иә? Смайликтеріңізді, күнделіктеріңізге ашыңыздар. Сосын соңында есептеймін, осы қанша смайлик бар, жарай ма? Тағы кім дайын? Жақсы, дастан тұра ғой. Monday, all December, Tuesday, all December, Wednesday, all December, Thursday, all December, Friday, all Juma, Saturday, all December, all Sunday, all December. Жексенбі, дұрыс. Жарайсың. Қандай бір смайл. Осына қоя беріп, сосын соңында есептейміз, иә? Жақсы, иә? Айта ғой. Monday, December, Tuesday, Wednesday, September, Thursday, December, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Жақсы, дұрыс. Аңлап? Monday, December, Tuesday, December, Wednesday, December, Жоқ, Wednesday. Wednesday, Қандай Wednesday? Сәрсенбі. September, Tuesday, Thursday, December, Friday, Juma, Saturday, December, Sunday, December. Жексенбі, жақсы. Жақсы, мен сенің дәптеріңе жазып беремін. Сен соңында есептейміз, иә? Monday, December, Tuesday, Wednesday, September,
Ең соңында осы смайликтерді есептеп, сосын бал қоямын, иә? Жақсы, айта ғой. Monday, December. Tuesday, December. Wednesday, September. Thursday, December. Friday, Juma. Saturday, December. Sunday, December. That's all different. Önce üst yapacaksın. Ya sonuçta sonunda esnettiniz. Жақсы, көптеріңіз көпсіздеріңіз жауап беріп тұрсыздар. Көпсіздеріңіз үй жұмысына дайын екенсіздер. Енді бүгін қандай күн? Жақсы, бүгінгі датаны жазамыз, бүгінгі күнді жазамыз дәптерімізге. Апай, не дәптерін алып қойсын. Жақсы. Апай, сөзі дәптерді жазсам Болады. Teacher. Пауза. Жақсы, бүгінгі жаңадан өтетін тақырыбымыз Days of the Week. Аптаның күндері болғанда бізде аптаның күндері қалай болады екен? Апта және күндер, иә? Күндер және апталар. Every week has 7 days. Әр аптада қанша күн бар? 7 күн бар. 7 күн бар. There are 4 weeks in the month. Yani bir ayda 4 hafta var ekan. 4 hafta var. What is the days of the week in English? Ағылшын тілінде апта күндері қалай аталады? Қайталап жүрейік. Мен артынан қайталаймыз, қазір мен айтамын. The first day of the week is Monday. The second day of the week is Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Бұл үшінші күні, я? Thursday. Бұл төртінші күні, бейсенбі, яғни. Friday. Бұл бесінші күн, жұма, я, бізде. Бұл алтыншы күн, сенбі. Сосын Sunday. Енді қараңыздар. Ескертіліп кететін жағдай. Бұл жерде ағылшынша айтқанда they all start with a big letter. Яғни барлығы апта күндері қай жерде сөйлемнің қай жерінде келіп жатса да үлкен әріппен жазылады. Үлкен әріппен жазылады. They all end in day. Яғни day деген сөзбен аяқталады. Барлығы day деген сөзбен аяқталады. Monday, Thursday, Tuesday, Wednesday барлығын айтқанда day деген сөзбен аяқталады. Түсінікті ма? Today, the current day. Today деген ол бүгінгі күн. Today, қайталаймыз. Today. Yesterday, the day before today. Yesterday ол кеше деген сөз. Кеше өтіп кеткен бір күн бұрын, бүгінгіне бір күн бұрын, я? Yesterday деген кеше деген сөз. Tomorrow. The day after today. Яғни ол ертең деген сөз. Bir күннен кейінгі, бүгінгі күннен кейінгі күн ол ертең, я? Tomorrow ол ертеңгі күн деген сөз. Жаңа сөздер жазып аламыз. Мынаны жазып аламыз. Today, yesterday, tomorrow. Дәптерлеріңізге жазып аламыз. Я осы үш сөз жазып алыңдар. Today, yesterday, tomorrow. Бүгін, яғни бүгін, кеше, ертең. Түсінді ма?
аламыз, иә? Today деген бүгін деп жазыңыздар қасына. Today бүгін. Мына жерге жазып берейін, болмаса сіздерге мынау. Yesterday кеше я. Yesterday кеше я. Today бүгін. Ағымдағы күн бүгін десеңіз де болады. tomorrow. Yesterday кеше. Yesterday кеше. Tomorrow деген ертең. Жақсы. Yesterday деген кеше. Tomorrow деген ертең. Смайлды қазір мен тақтаға шығарамын, сол кезде беремін, иә? Дұрыс жауаптар айтсаңыздар. Yesterday кеше деп жазсаңыз, қысқартып. Yesterday деген кеше. Yesterday. Tomorrow деген ол ертең. Жақсы. Бізде бірінші тапсырма бойынша күндер аралығын табу керекпіз, иә? Thursday and Saturday. What day comes in between? Жақсы, дастан. Friday. Friday. Yes, you are right. Sit down. Екінші, Saturday and Monday. What day comes in between? Кім айтады? Saturday and Monday. Мына екі күннің арасында қандай күн бар? Сіздер бәрі қасқалдармен білесіздер, иә? Али айта ғой. Saturday and Monday. Tuesday. No. Айта ғой. Sunday. Yes, you're right. Sunday. Яғни сенбі мен дүйсенбінің аралығында жексенбі бар ғой, дұрыс па? Келесі Tuesday мен Thursday'дің арасында Wednesday. Келесі Monday and Wednesday. What day comes in between? Али жақсы айта ғой. Monday and Wednesday. Yes, you are right. Tuesday. Жақсы. Келесі Friday and Sunday. What day comes in between? Жақсы, Айсана. Saturday. Yes, you are right. Дұрыс айтасың. Saturday яғни ол қай күн? Saturday. Сенбі. Дұрыс айтасың. Ең соңғысы Sunday and Tuesday. Айта ғой. Sunday and Tuesday. Wednesday ма? Айта ғой. Monday. Yes, you are right. Monday. That's Monday. Жақсы. Әлі алда жаттығулар бар. Сол кезде жауап береміз, иә? Келесі
Tuesday. Yes, you are right. Burada Tuesday kalıbımız. Tuesday is Tuesday. Benim. Yapsınız Tuesday'den. Bak, smiling koy. Kelesi qanday kun? Aytaymiz, so'z aytadi. Uchinchi kun qanday kun? Yaxshi. Qaysi Wednesday? Tamam. Qaysi Wednesday? Xo'sh. Yaxshi, bak. Kelesi kun qanday aytadi? So'zli. Yana tamam so'zlidi. Qaysi so'zli? Yaxshi, bajastiramiz. Haftaning 4-kuni so'zli yana qanday kun? Friday. Yes, you are right. Kelesi Kelesi qanday kun? Saturday tamam. Kimda Saturday qaysi? Saturday qaysi? No, yeah. Ya. Eng so'nggi kun qalay atasiz bizga haftaning? Sunday, ya. Sunday tabamiz. Ya'ni bu qay kun? 7-chi. 7-chi kun qalay ataladi? Yakshanba, ya. Eng so'ngida sanaymiz. Жақсы. Енді барлықтарыңыз жақсы қатысып отқан үшін барлықтарыңызға бір-біреуден беремін. Rosmarinler en sonunda bağlauğa қажет, ya. Есептейміз. Бес смайлик қанша болады? En sonunda есептейміз, әлі соңына дейін біткен жоқ. Бес смайлик қанша? Бес смайлик 3. Арықтарға берді ма? Кімге бермей қалды? Саған бермей қалды? Енді келесі тапсырмамыз, үшінші тапсырма бізде сөздер бір-бірімен, сөздерде әріптер әртүрлі орындармен ауысып кеткен, я? Бірінші сөзді кім айтады? Тоқсын айтады. Жоқ, мұнда Friday, дұрыс, Friday. Келесі
Kelesi mına oyunga endi tağa chiqib, жетпейтін әріптерді жазамыз, ya. Endi taxtaga kim chiqmadi bizde? Bunda qanday әріпке жазамыз? Durust. Kelesi. Gel dastan çıkar koy. Dördüncüsü. Dastan çıkar. Mынандай көрсеңіз, супер деген көрсеңіз, түсініксіз болса, былай көрсеңіз, ya. Барлығын көрсеңіз. Жақсы. Барлықтарыңызға түсінікті болса, енді үй тапсырмасын берейік, ya. Үй тапсырмасында 17-ші жаттығу 40-ші бет. Exercise 17 at page 14. Okay? Жазып аламыз күнделігімізге. 40-ші бет, 17-ші жаттығу. Exercise 17 at page 14. Енді бүгінгі бағалау санаймыз. Әлиға бүгін 9 балл. Дастанға 9 балл.
Ayerke. Ayerke. Kaça? Kaça İsmail? Şu. 7 bal. Zobay almaz. Şu. 7 bal. Zubay almaz sınav. Enju. Apay yemin ol. Apay Zubay almaz sınav. Şu. Apay yemin Zubay almaz sınav. Zobay almaz şimdi kaç o? 2. 6 bal. Apay ayar uzadı. Enju sende kaç bal? 7. Ali Kavsar. Ali sana